Көңіл күй қалай? Және біз Тимеген жерді көз көрмейді, тілді тимейді. Қазақтың қыздары пәк ештеңе білмейді дейді. Ата-анасы еркелетіп бұны мәпелейді. Әбдікәрім ағай айтпақшы. Күніміз екі таяққа қарайды. Осы Шанхайдағы Шенда атты балабақша. Бал берсін, бастартады қантан, өтірік уәдесі жалған, тайдыртатын антан, аққушылардан ханшаян, қалай долар Қандығышы пай бүгінгі күн қалай өтті? Алғашқы күн ұнады ма сізге? Айналайын, аулақ ойнан ол бөжей, жарық берер сәулем, түннен аулақ болсын, аманатым бөбем, дейді әке шешең. Тыңдаушы қызда ауылда бір бабадан, қаспа доспа бәріне бәрі бір адам. Теңдік бар просто уақытын білсін әр адам, бұл өмір жарап толған махаббатым. Бапталу тайды ялып тауып байлы талмайтын байтаудай бақты таңдай басай. Біз Шымкент халықаралық әуежайына келдік. Қазір 3-4 сағатта бұйырса Шанхайға ұшып кетеміз. Ұстаздарымыз жиналып жатыр. Көңілі керемет. Сапарға дайынсыз ба? Әрине. Құрметті ұстаздар, Шанхай қаласына қош келдіңіздер. Барлықтарыңызда. I'm gonna bed tonight. 找一个多远的借口，一天再做也不晚。Really I wonder if I'll ever finish. I'm gonna bed tonight. 找一个多远的借口，一天再做也不晚。Really I wonder if I'll ever finish. I need a man. Ұстаздарымызды біздің қытайлық серіктестеріміздің VIP трансфері күтіп алды. Қонақ үйге дейін жеткізеді. Және бұйырса бүгін колледжіміз бар. I need a man, need a break, yeah. Need to stay awake, yeah. I just got a lot of things, but I cannot finish. Қонақ үйге орналасып бастап жатырмыз. Қонақ үйге жеттік. Қонақ үй қалай екен, жақсы ма? Керемет. Біздің қонақ үйдің таңға ішетін бөлмесі 4 жұлдызды қонақ үй болғандықтан өте жақсы екен. Қытайда негізгі тамақтар ащылау келеді кішкене. Біздің мұғалімдерге барынша енді жұмыртқамен, күрішпен, өзіміздің білетін тағамдармен тамақтануға тырысамыз. Жалпы қонақ үй өте әдемі, өте жақсы екен. Біздің Қытайдағы серіктесіміз, гидіміз бүгін алып жүретін Манаспын деген блогер десек. Ұстаздарымыздың алғашқы таңғы асы Қытайдағы. Ас болсын. Рахмет. Қалай екен таңғы астар, жақсы ма екен? One niche, mommy always said that she catch me watching One Piece in between my legs. I never thought it'd be me. All of you know what I mean. If it ain't you, then you ain't me. And the next week do the same thing. Give it a shot, 短暂，想活得更加缓慢。Біз қазір алғашқы тәжірибе алмасатын оқу орны кәсіби техникалық Сибо колледжіне келдік. Сибо деп аталады. Алғашқы тәжірибе алмасатын оқу орнымыз. Мына жерде қарасаңыздар, мына белгі біздің де тарихымызға ұқсайды, иә? Бір тарихымызға. Кәсіби техникалық колледж мамандандырылған арнайы бағытта оқытатын. Қазір осы мекемемен тәжірибе алмасатын боламыз. Бізді жақсы күтіп алып жатыр бұл оқу орны. 可以拍照吗？可以。可以，谢谢。我是上海西国职业技术学院的副。Ректор. Welcome to our school. Thank you very much. Мен Америкадағы осындай үлкен жетістіктерді Қытаймен
Американың арасында осы уақытқа дейін жасаған еңбектерінің арқасында қазірдің өзінде мемлекет, бұл кісі қазір Америка азаматы екен. Америка азаматы болсам да мемлекет маған, Қытай мемлекеті маған жақсы мүмкіндіктер берді. Менің осылай жаңағы университеттерін ашуыма, соларға маған үлкен мүмкіндік. 小活得更加缓慢。I'm gonna міне сіздерге айтып жатыр, жаңағы осы Қытайға келулеріңіз оңай емес. Осындай бір естелік ретінде сіздерге барлықтарыңызға бір сертификаттан бермекшіміз.更加缓慢。I'm gonna 在家懒散，看电影看着晚饭。 Барлығымыз, әрқайсымыз Қазақстан шекараттан көбірек алып шықтық. Барған жерімізде білім орындарында беріп жатырмыз. Бұл осы университеттің вице-президенті. Мұғалімдермен пікір алмасуда. Қазір мұғалімдер факультеттер туралы, жалпы студенттер туралы, білім сапасы туралы өздерінің сұрақтарын қоюда. Сертификатын алды, суретке түсті. Әлі де қазір біздер мына жердегі кампустарды аралаймыз деді. Толықтай университетпен танысайық, суретке түсейік деп айтып жатыр. Early in a hurry when I dim the lights, trading thoughts, emotion running out of my mind. Only see them losing when I close my eyes. So good night, good night. Early in a hurry when I dim the lights, trading thoughts, emotion running out of my mind. Only see them losing when I close my eyes. So good night, good night. Yeah. Yeah, this is a classroom of for musical education. Бұл жерде университеттің тәрбиешілерін биге дайындайды екен. Ал билейміз, құрметті ұстаздар. Yeah, every night got my mind rolling dice. They're just come and go when I roll like that. Осылай сабақ өтеді Қытайда. Солда микрофон. Барлық студенттерге есту үшін. Студенттердің, оқытушылардың сабаққа келетін транспорты. Велосипедтер, электровелосипедтер, мопедтер. Тамаша. Әдемі көрінеді екен барлығы. Университеттің кітапханасын тамашалауға келдік. Территориясы үлкен, жақсы екен. Жалпы білім беру туралы өте жақсы кітаптармен жабдықталған. Кітапхана өте әдемі жабдықталған екен. Оқу залы бар. Ары қарай да әлі жалғасып жатыр екен. I was dopey talking with my bros, speaking that looks on life till the moon. Only on the same boat, I got a team toe. Mine is racing too fast, faster than you study all night. Біздер ұстаздармен бірге түскі асқа келдік. Қазір мына жерден өзіміз жей аламыз ау деген асхананы таңдаймыз да. Әбдікәрім ағай айтпақшы. Күніміз екі таяққа қарай Иә, екі таяққа күніміз қарай деп тұр. Осы Шанхайдағы Сенда атты практикалық жаңағы балабақша. Бұл балабақшада жаңағы бұл балабақша осы Шанхайдың шет тілдер университеті бар ғой, сол ненің қармағының астындағы тәжірибе жасау мақсатында ашылған балабақшаның бір түрі екен. Соң қош келдіңіздер дейсіздер. Балабақшаның өзінің қосымшасы бар екен, приложениесі. Ата-ана, мұғалім, бала үш жақты бірге қарай алады баланың LMS система. Кіріп шыққан барлығын қадағалап біліп отырады. Ұстаздарымызбен балабақшаға тәжірибе алмасуға келдік. Шанхайдағы алғашқы күніміз. Қазір балабақша тәрбиешілерімен, балабақша жетекшісімен тәжірибе алмасып, өз сұрақтарымызды қоятын боламыз. Бұл балабақша бізге кіргеннен өз артықшылықтарын айтып жатыр. Қытайда жалпы балабақшаның жер көлемі кемінде бізбен 4 гектар болатын болса, бұл балабақшаның алып жатқан көлемі одан 10 есе үлкен екен. Және бір топта 10 оқушыдан. Ал Қытайда жалпы орташа 15 оқушыдан екен. Және 3 тәрбиешіден берілген екен бұл жерде.
Яғни ойлап қараңыздар, бір тәрбиеші 3-4 оқушымен ғана жұмыс жүргізіп отыр. Тәлімгерлермен, бүлдіршіндермен кездесіп. Бай-бай. Бір топтың оқушылары мына жерде 7 оқушы оқып тұр. Сурет салу, қолөнер, арт деген сияқты нәрселер болса, басқа жерлерде жаңағы ғылыммен айналысатын, математикамен айналысатын бөлек-бөлек өздерінің шкафтары бар екен. Бұл балабақшаның 5-6 жастағы тобы. Жаңағы біздің көргеніміз 3-4 жастағы топтар. Tell me what I wanna do. Which one? Call it when Dior and Joe. Spigot is so hard to chew. Marinating on my mind. I don't wanna ponder too. Any, mini, mine. 脑海中多位想法选手。Let's go. Tell me what I wanna do. Which one? Call it when Dior and Joe. Кешкі асқа бара жатырмыз. Бүгінгі бағдарламамызды аяқтап, университет және балабақшаға бардық. Кешкі ас бізде фастфуд, Макдональдс жейміз. Ал үйренген өзіміздің бургеріміз жейміз. Табиғатқа қалай екен велосипед? Which one? Call it when Dior and Joe. Spigot is so hard to chew. Marinating on my mind. I don't wanna ponder too. Any, mini, mine. 脑海中多位想法选手。Pondering, trying to think, 太多主意我拿不定。 Сандуғаш апай бүгінгі күн қалай өтті? Алғашқы күн ұнады ма сізге? Now patient, now it's feeling like a deja vu in a loop. So obtuse, what a truce, been here all day. Бүгін біз Шанхайда екінші күнде Шанхай музейіне, кітапханасына барамыз. Қазір метроға мінгелі жатырмыз. What a truce, been here all day, trying to get out of this maze. 所以越深记得越是倒退，所以精力耗费，但是怕有后悔，所以累，难以仔细看着决定，思路走一半，顺应被接近，心里感觉到快点贴近，选择面前总是这样的场景，想要速战速决，掉入抉择的陷阱。Oh man, I can decide, running on my patience, picking my mind for the better pay, hesitating, maybe no， 太多注意，搞不定和棘手 ，thinking over time。 OT, Tell me what I wanna do. which one? Call it when Dior and Joe. Spigot is so hard to chew. Marinating on my mind. I don't wanna ponder too. Any, mini, mine. 脑海中多位想法选手。 Let's go. Tell me what I wanna do. Which one? Call it when Dior and Joe. Spigot is so hard to chew. Marinating on my mind. I don't wanna ponder too. Any, mini, mine. 脑海中多位想法选手。 Let me know what I want. I'll let you know what I've done. 选择 A, B, C or all of the above. Maybe I'll have to flip a coin. Otherwise might just roll the dice. Gotta address the elephant in my headroom. When it's smooth on the Кітапханаға side. кіріп келе жатырмыз. Қытайдың ұлттық кітапханасы бұл. Жаңағы біз болған ескі ғимарат екен. Қазіргі таңда шіркеу қызметін атқарып тұр. Туристерді қабылдап тұр. Бұл кітапхананың енді негізін қалаған. Жаңа айтқандай католик діні. Енді сіздерге бір қызығы қараңыздар. Қазір мына кітапханада балалар бөлмесі бар. Бұл балалар бөлмесі ата-ана мен балаға өте толы. Қараңыздаршы. Қаншама бала кітап оқып отыр, білім алмасып отыр, аниме оқып отыр. Қарасаңыздар көбі менің ойымша аниме оқитын секілді. Анимелік суреттермен қараңыздар. Тамаша түрлі түсті кітаптар, аппақ бөлме, жарық. Балалардың оқуына, білім алуына өте ыңғайлы екен. Тамаша мына жерде қараңыздаршы. Шынайы айтып жатқан ойымызды неге камераға түсірмеске деген әңгімеден басталып кетті. Қазір түскі асқа бара жатырмыз. Барлығын негізі мұғалімдердің әрқайсысының айтатын ойы бар. Бірақ камераға келген кезде кішкене
жақсы болсын деп ойлаймын. Бірақ жаңағы бір-екі әңгімеміз жақсы кетті. Балдардың кітап оқығанына байланысты, ата-ананың уақыт бөлуіне байланысты Біз болған. Шанхай кітапханасында болдық жаңа. Сол жерде біз нені байқадық? Ата-аналары балаларына уақыт бөліп, қалған кітаптарын алып беріп сол жерде балалардың кітап оқу мәдениетін дамытуда, кітап оқуға шақыруда. Ол жерден отыратын нәрсеміз не, көретін өнегеміз не? Жалпы дамыған елдерде кітап оқу мәдениеті дамыған, немесе керісінше айтсақ болады, қай елде кітап оқу мәдениеті дамыған, сол елде өрлейді, дамиды, өседі. Өте дұрыс. Келісеміз. Міне Нанкин жаяу жүргіншілер көшесі. Үлкен ғимараттың жанында толықтай бір көше, жаяу жүргіншілердің көшесі. Қараңыздар, қанша адам жүр. Бұл жақта енді адасып кету қаупі де, таппай қалу қаупі де өте жоғары. Бір-бірімізден ажырамаңыздар деп бәріне айтудамыз. Жоғарыдан түсіріп көрсетейік сіздерге. Қараңыздар. Адам көп аз ба? Енді Қытайға келгенде сезініп жатырмын. Бәсе осы екен ғой десеңші. Не жетіспейді десем де. Адамдар ол жақта жүр екен, қаяқта десек. I wanna be the canvas for your appeal, so come and jam with me tonight. Hey， 在家吗？对，干嘛呢？没，就想他给你说撒的。Hey， 那 I wanna make a cake and maybe we can sleep in 到自然睡醒。And I'm who's kinda yellow， 你的脸颊 kinda red， 拉着手让我别走 while I'm jumping out of bed。Said I'll make you a hero， 你快赶紧接着睡，直到你很累，我给你准备，然后张嘴喂你。Бұл сапардан алған әсерім өте керемет. Өзімнің ойымдағыдан да артық шығып жатыр. Біз ең бірінші бұл Шанхай қаласында Сибо медициналық техникалық университетінде болдық. Одан кейін балабақшада болдық. Екі оқу орнында алған әсерім де, білімім де ерекше. Және бұл Шанхай қаласы негізі өте жақсы таңдалған. Қытайға келгенде Бейжің астанасы болғанымен Шанхай ең ірі қаласы. Және бұл қалада біздің елімізбен бірдей халық, және одан да көп халық тұрады. Бір қалада 26 миллион халық. Біз осы уақытқа дейін барған бүкіл шетелдегі білім саласын зерттеумен барған сапарымыздағы қалалардан әлде қайда ірі қала, қай жағынан алып қарасаңыз да, экономикасы жағынан, барлық жағынан алып қарасаңыз да дамыған қала, масштабты әлі де миға сыйғыза алмай жатырмыз. Одан кейін тек қана білім жүйесінің ғана емес, біз мәдени салаларында, яғни кітапхананы, мәдени өздерінің тарихи жерлерін, Шанхай енді жаңа заманауи технология мен дәстүрдің тоғысқан жері. Сондықтан біз бұл қалаға келгенімізге еш өкінбейміз. Алдағы уақытта ертең Токиоға ұшпақшымыз. Ол жердегі сезімдерін мен айта алмаймын. Қазірден бастап біздің эмоциямызбен енді кері байланысымыз сөз жоқ. Осы нәрсені барын ұйымдастырып беріп жатқан, себепкер болып жатқан ізгілікті ұстаздар қауымдастығы Дарын Teacher ұжымына мен көптен көп рахметімді айтамын. Барлықтарыңызға сәлем әріптестер. Мен қарапайым ауыл мұғалімі. Дәл қазір Шанхайдың қақ ортасында тұрмын. Бұл ағартушылық саяхатқа себеп болған Дарын Teacher ұстаздар қауымдастығына үлкен алғысымды білдіремін. Мен үшін естен кетпес әдемі естелік. Тек қана саяхат қана емес, кәсіби дамуыма жол ашатын осы тур ұйымдастырған Дарын Teacherге алғысымды айтамын. Барлықтарыңызды шақырамын. Дарын Teacherдің оқуын оқып, осылай біз секілді ел көріп, жер көріп, кәсіби дами беріңіздер. Мен бұған дейін Дарын Teacher орталығымен бірге Финляндия, Эстония елдерінде де болдым. Өзімнің практикамда да көрген білгендерімді қолданып жүрмін. Ертең бұйырса Жапония еліне барамыз.
Және осы 2 күнде Қытай еліндегі біз университетті, балабақшаны араладық. Бұл елдің білім саласының да мықты екенін көзімізбен көріп, ой түйдік. Бұйырса алдағы уақытта өзіміздің практикамызға қолданамыз. Біздің түсінігімізде Қытай туралы стереотип бар ғой, енді соны бұзып, мидағы жарылыс берген саяхат болды деп айтуға болады. Біздің бұл елден үйренеріміз көп. Білім саласы болсын, медицина саласы болсын, сондықтан өмірлеріңізде бір келіп, көріп, тәжірибе алмасатын жер. Біз мына Дарын Teacher орталығымен бірге бүгін Қытай және Япон елдеріне келіп отырмыз. Бұның ішінде маған 2-ші күн Шанхайдағы болған мұражай және Шанхай кітапханасында болдық. Өте қатты әсер алдым. Әсіресе мына қазір біздің елімізде болып жатқан балалар кітапханасы, оқушылар мектеп жобасы аясындағы кітапхананың ішіндегі балалардың жұмыс жасауы, ата-аналармен бірге отырып жұмыс жасауы, сонымен бірге қариялардың да отырып мерзімді басылымдармен оқығандары өте қатер әсер алдым. Ертең Алла жазса біз Токиода боламыз. Әлі де болсын алатын әсерім өте көп. Және мен бұнда келгеніме ешқандай өкінбеймін. Сіздерді де келуге шақырамын. Бүгін Шанхайдағы 3-ші күн, соңғы күн. Барлықтарыңызға сәлем. Біздер қонақ үйдегі бөлмелерді өткізіп, қазір осы қонақ үйге заттарды қойып кетеміз. Және Усон бағына барамыз. Содан кейін түнде Токио қаласына шығамыз, Жапонияға. Біз қазір Усон саябағына келдік. Осы паркты аралаймыз. 3-4 сағат осында боламыз. Түскі ас ішеміз. Ауасы керемет. Ұстаздар, Шанхай ұнады ма? Және біз Дарын Teacher! 你好，哈萨斯克坦，你好。 Thank you. Қош бол Шанхай, күтіп ал бізді Токио. Шанхай ұнады ма барлықтарыңызға? Шанхайдағы 3 күн қалай болды? Керемет. Ұстаздарымызда көңіл-күй тамаша. Токиоға ұшайын деп жатыр. Шанхайдың аэропортында қазақша өлеңге билеп жіберіп жатыр. Thank you. とてもいいような夜だけどどよめききらめきと君も、Токиода таңғы сағат 5-ке 10 минут қалды. Біз қазір Токио қаласының Ханеда аэропортына келіп қондық. Ұстаздарымызбен багажды алып, тіркеуден өткеннен кейін бізді күтіп алатын болады. Серіктестеріміз осы қаладағы Жапония елінің әріптестері. Және бүгін 3 қараша бұл Жапонияда ұлттық мереке күні, мәдениет күні. 4-5 қараша бізде толықтай бағдарлама, мектептер, балабақша, университет барлығын бірге аралаймыз. Японияның ақшасы 10 мың йен теңгемен шамамен 40 мыңға жуық, 35 мың теңгеден астам. Бұл біздің Ержан, қазақ азаматы. Осы Жапонияда Токио қаласында тұрады. Біздің әріптес серіктесіміз, турды ұйымдастырушылардың бірі. Жапонияда әлі күнге дейін технологиямен проблема. Біз қазір наличный ақша алып жатырмыз. Метроның билеттерін. QR да жоқ, басқа да жоқ. Тек қана осылай төлеп тұрмыз. Картамызды да қабылдамай қойды. Токиодағы мінге жатқан алғашқы метро. Кішкене қиналып, қолма-қол ақша шығарып, ATM-нан, банкоматтан билет алып, алғандағы билетіміз осы. Үйреніп кетеміз. Стрелка тұрған жақтан салады екен, мен бүйтіп. Қалай Токио ұнап жатыр ма? Метросына қош келдіңіздер Токионы.
しては二人年を重ねてたまた止まった 3 қараша 2025 жыл Жапония елі Токио қаласы қазақ ұстаздары дарын тичермен бірге Токио қаласында. Бұл міне MySpace біздің Токио қаласындағы қонақ үйіміз. Қазір бөлмені сіздерге ашып көрсетеміз. Картамызды алып алайық. Бізде табиғатаға екеумізде 803 бөлме, жалпы көбінде 8 этаж және 9 этаж. Жоғарғы этаждан алуға тырыстық. Мінекей 803 көрейік. Жапондардың дыбыссыз екен есіктер. Негізі бұлар өте тар болады. Букингтан оның барлығын оқығанмын. Бірақ өкінішке қарай басқа амал жоқ. Жапонияда барлығы осындай көнуге тура келеді. Қараңыздар, тапочканы өте керемет. Ал бөлме осындай. Шамамен квадрат метрмен санайтын болсақ, бір 15-20 квадрат метр ау. Мінекей, көп кішкентай. Қытайда біз жатқан жер даңғырадай үй болып қалды мынаның қасында. Қараңыздар, Жапонияның ықшамдылығы. 2 адамға арналған төсек. Енді біз демалуға емес, білім алуға келдік, 2-3 күн шыдаймыз. Ұстаздарымыздың таңғы ас ішетін бөлмесі қонақ үйдегі. Барлық енді білесіздер, таңғы астар шведтік үстел стилінде. Мына жерде жұмыртқалар, балық өнімдері әсіресе өте көп. Чай, мына жерде лимонадтар, сусындар өте керемет екен. Жалпы таңғы астары жеуге келеді. Әрине бізге жей алмайтын, кейбіреуімізге жеуге болмайтын тағамдар да бар. Бірақ қарап-қарап балық өнімдерінен, жұмыртқадан қарапайым таңғы асты тойып тұрып ішуге болады екен. 落とす針をよく流した聞き飽きるほど変わらないね Біз қазір ұстаздарымызбен Токиодағы алғашқы локация Мейдзи храмына бара жатырмыз. Жалпы бұл елде діннің 2 бағыты бар. Буддизм және синтоизм. Бұл Мёдзи храмы синтоизм бағытында. Оны қалай ажыратамыз десеңіздер, бірінші түсіне қарап ажыратуға болады. Буддистік храмдар ашық сары қызыл түсте келеді. Ал бұл синтоизм бағытындағы храм қоңыр жабық түсте келеді екен. Және бір қызығы, қазіргі таңда Японияның 90%-дан астам халқы атеист, яғни Құдайға сенбейді. Бірақ храмға келу мәдениет болып табылады және белгілі бір өмірдің символына айналып кеткен. Мінекей мерекенің лебі сезіліп жатқандай. Токионың қақ ортасындағы керемет локациядамыз. Бұл жерде қаншама брендтер, қаншама дүкендер, қаншама адам мереке болғандықтан тіптен толы. Қарап тұрсаңыздар, біз қазір ат әлемге әйгілі Хачиконың мүсініне барамыз. Хачиконың мүсініне келіп те жеттік. Қазір суретке түсеміз. 12 қабаттан тұратын жапондық бренд Uniqloның дүкеніне келдік. Бұл киім дүкені өте керемет бренд, әлемдік нарықта өзінің орны бар, ойып тұрып алатын. Және бұл брендтің артықшылығы, бұл бренд біздің конкурентіміз Apple компаниясы деп ашық айтады. Танаши Янай осы брендтің негізін қалаушы және миссиялары өте керемет. Бұлардың миссиялары Global is local, local is global, яғни әлемдік бұл жергілікті, жергілікті бұл әлемдік. Былайша айтқанда біздер әлемнің методикасын алып келсек, бір күні өз методикамызды әлемге танытатын деңгейге жету керекпіз деген сөз. Егер білім саласын алып қарайтын болсақ, тамаша брендтардың бірі. Бүгін бізде Токио қаласындағы 2-ші күн. Қазір бір мектепке бара жатырмыз. Ұстаздарымыз мектептің ауласында жүр. Қазір біздер Elementary School'ға барамыз. Сол жақтан директор бізді қарсы алып сөз сөйлейді. Check, is it working? No, we don't hear. Sit down. Relax. Relax. Yeah.
жаңағы негізінде айтып өтейін, негізі түсіндіріп кетейін неге болай екен. Себебі Жапонияда жалпы жаңағы elementary school дейді ғой, бастапқы оқу, одан кейін middle school дейді да, жаңағы ортаңғы және жоғарғы оқу мектептері бөлек-бөлек бөлініп кетеді. Бірақ бұл Фудзисава мектебі, яғни бастапқы да, ортаңғы да, жоғары мектепте барлығы бір. We will finish the greeting. Thank you everyone. And next we will go to the elementary school. I think Mr. Isai and I will lead. And other teachers can be dismissed. Thank you so much for participating in this morning's meeting. Biz қазір мектептегі ән сыныбындамыз. Бастауыш мектебіндегі. Өлеңді қазір айтып өтетін болады, әнді. Окей? Жетмашау. Акустиканы жұту үшін, жаңа болмас үшін музыка кабинетінде акустиканы жақсы ойластырған. Ән шырқағанда, хор айтқанда. Казахстан. Бір-бірін құшақтап, бір шоколадқа қатты қуануда. Тамақ пісіру бөлмесі. Тамақ пісіруді үйрететін бастауыш. Әр адам білу керек. Сондықтан бастауыштан бастап жапондар өздері тамақ пісіреді, өздері турайды, өздері кеседі. Бастауыш мектептің сыныптары қазір ағылшын тілі өтіп жатыр екен. Мынау спорт залы. Стоп қарасаңыз болады егер. Сырттағы ойнайтын арнайы құм деп жатыр, сұр құм. Мектеп директорының оқу жөніндегі орынбасары завучпен пікір алмасып, сұрақтарын қойып, барлығын жасап жатыр. Бастауыш мектеп бұл. And we will change our shoes, and then we'll go back to the room where we left your things. You can get the wallet and buy the. Мұғалімдер бастауыш мектепті толықтай аралап шықты. Аяқ киімімізді шешіп кіргенбіз. Қазір өз аяқ киімімізді киіп жатырмыз. Барынағай қалай екен мектеп? Мектеп керемет. Бастауыш мектеп. Оқығыңыз келіп кетті ма қайттан? Иә, қайттан келді. Бастауыш мектепті аралап шығып, қазір суретке түсейін деп жатырмыз. Ұстаздарымызбен бірге. Сандуғаш апай, қалай ұнады ма мектеп? Керемет. Жапондар мықты ма? Иә, жапондар мықты. Қазаққа жетпейді, бірақ десің. Патриоттық ұстау. Ерекше құрметіне сыйластығына риза болдым. Қайта-қайта иіліп не деп жатыр жаңағыдай. Ұстаздарымызға бейжикайын дайындап қойған. Аты жөні және пәні. Физика пәні мұғалім. Фудзисава бастауыш мектебі. Алғашқы бөлімімізді аяқтап, қазір заттарымызға келдік. Жапондардың ұлттық ойыны. Бізге естелікке сыйлыққа осындай бір-бірден қойып қойған екен, сувенирлік сыйлықтар. Студент, оқушы бір классқа бағынады бір жыл бойына. Яғни мысалы бірінші А сыныбынан Б сыныбына деген сияқты. Мысалы ауысуға болмайды да, бір сыныпқа кіреді, солай соңына дейін оқиды. Strong in Japan, so it's quite competitive and difficult to pass the test to enter the school. And many students take a special class at Juku, or it's a cram school after school. They might study late into the night. Yeah. Biz қазір орта және
Фуджи тауы күнде көрінбейді екен. Тек жылына 120-130 күн ғана көрінеді екен. Біз келгенде көрініп тұр, қарасаңыздар тауды. Өте тамаша. Middle school, яғни орта мектеп, 8-9 сынып. Ағылшын тілі сабағына қатысып жатырмыз. Бір-бірімен жұмыс жасап жатыр, топтық жұмыстар. Сабақ аяқталды. Қоңырауға шығады. Сенсейлеріне созалар рахмет айтты. Қазір мектептің акт залына келе жатырмыз. Бұл яғни холл деп аталады, акт зал деп аталады. Бізде акт зал ғой енді. Осы жерде 700 адамға дейін сияды екен. Лекция оқылады, презентация қорғалады, концерттер өткізіледі. Жалпы залдар осындай. Біз қазір спорт залға келдік. Жаратылыстану ғылым сабағына кіріп келе жатырмыз. Осы жоғары сынып мектептегі. Ал мына жігіттерді болашақ ғалымдар деп таныстырып жатыр мұғалімдердің өзі. Химия пәні 12-ші сыныпта өтіп жатыр. Сенсей мұғалімдері химия пәнінің біздің ұстаздармен тәжірибе алмасуда. Қараңыздар. Оқушылар тәжірибелі білім алады. Ujikawa мектебінде тәжірибе алмасымыз өте жақсы өтуде. Біздің де кабинетте тур осындай ғой. Сізде осындай кабинет бар ма Абдикәрім ағай? Иә, біздің кабинет негізі мектебіміз жақсы жабдықталған. Hello. Kazakhstan. Yes. Do you enjoy our school? Yes. Okay. Қазір біз биология кабинетіндеміз. Қарасаңыздар, жалпы практика жасауға барлық жағдай жасап қойған екен. Кез келген пәннің кабинетінде практикалық жұмыстар өте көп жасауға мүмкіндік бар. Отыратын парта, орындыққа дейін, тазалық жұмыстарына дейін, мына жердегі құрылғыларға дейін, одан бөлек мына жерде аквариум тұр. Қараңыз, мен де саңырауқұлақтарды өсіремін да. Мына жерде міне саңырауқұлақтарды өсіріп қойыпты міне. Пеницилл, аспергилл саңырауқұлағын өсіріп қойыпты. Керемет күшті. Ол жерде өз еңбектерін жасай алатынын көрсетті. Ал мына жерде соларды талдап, жүйелеп, одан кейін біз қазір Қазақстанның білім туралы Дарын Teacher командасы туралы, компаниясы туралы толық ақпарат беру үшін презентация жасаймыз. And so now we have a chance to learn more about education and this group from Kazakhstan. So we asked Mr. Aybar to present about education in their country. And сіздердің мектептеріңіз жалпы толықтай бізге өте қатты ұнады. Біз қазір үлкен толқу үстінде үлкен бір мақтаныш кернеп тұр. Бізді неге десеңіздер, осындай тәжірибе алмасу біздің қолымыздан келгенде жасай алғанымызға біз шын мәнінде мақтанамыз. Және бұны өзіміздің елімізге апарып сіңіруге, көрсетуге, еңбек нәтижесінде дәлелдеуге тырысамыз. Осы жапондық білім беру жүйесінің мықты тұстарын толықтай өзімізге сіңіретін боламыз. Дарын Teacher というのが実はカザフスタンにあるコミュニティです。で、このコミュニティは何のためっていうと、もちろん先生とvery busy, so all of the teacher complaining about that program, so now abolished. Жаңа айтып жүретін болсам, Жапонияда бұлар деген бүйтеді. Жапонияда жалпы жапон дейсіз, әрбір нәрсені жасау үшін лицензия керек бұл жерде. Дәрігерлікпен алсаңызда да, жүргізуші болсаңыз да, даже автобустың жүргізуші үшін лицензия керек. Сондықтан бұлар бітірген кезде басында жаңағы лицензиясын алады, мұғалімдік лицензиясы. Сол арқылы лицензиясы жоқ. Барлығын ерінбей түсіндіріп жатқандарыңызға шын жүректен барша осы ұстаздар қауымына Қазір түскі ас ішуге келдік. Мына жерден түскі астың тикетін аламыз, мектеп асханасынан төлейміз. Тикетті апарып асханаға өткіземіз. Сол жерден бізден тамағымыз шығарып береді.
жалпы жапон мәдениетіндегі қонақ күту, дайындалу жұмыстары өте жоғары деңгейде өтетіні көрініп тұр. Қараңыздар, ұстаздарға 2 сертификаттан берді. Біреуі ағылшынша, жапонша, біреуінде қазақша және латын қарпімен толықтай қатесіз аударған, дұрыстап тұрып дайындалған көрініп тұр. Мен шынымды айтсам, маған бұл текстті да жібермеді еш нәрсені, тек қана өздері сертификат беретінін білдім. Бірақ қазақша береді деп күтпедік. Иә, ұстаздар? Керемет. Өте қуаныштымыз. Оқушылармен интерактив жұмыстар басталайын деп жатыр. 50 оқушы келді, 5 топқа, 10 оқушыдан біздің ұстаздар 5 топқа бөлінді. Әр топта ағылшын тілінен сабақ беретін ұстаздарымыз бар. Ағылшынша қазір аударма жасауға, оқушылармен пікірлесуге көмектесетін. Біздің ұстаздарымызға сәттілік. Біз топқа бөлініп отырдық. Қазір әркім өзін таныстыруда, сұрақтарды қоюда. I'm 17 years old. I live in Yokohama. I belong to art club, so I draw rabbit. Oh, you. Okay. My favorite hobby is play game. Yes, yes. Барлық аниме көреді негізі. Әрқайсысы өзінің сүйікті анимесін айтып жатыр. Наруто. Do you like travel? Yes. Which countries do you like travel? Bir fotosessiyası oldu. Biz қазір мектептегі экскурсиямызды аяқтап, лекцияға кетіп бара жатырмыз.はじめまして津田圭と申します I will switch to English. I heard there are many people who can help with the translation. So. 알레글르 기세츠노 나가오 후다리와 히동리끼리 사라리 아케유쿠 유히노 나가오 공야모 히루사가리 사라리 Лев Толстойдың мүсіні тұр. Және орысша атаумен жазылған екен. Қазір Токиода, жалпы Жапонияда инострандық отбасылар өте көп. Сол отбасының балаларына арналған британиялық, америкалық стильде оқытатын мектептер көбейіп келеді екен. Тіпті жапониялықтардың өзі осы мектепте балаларын оқуға береді екен. Соуа Уоменс университеті ішіндеміз қазір. Жалпы ішіндегі ортақ ғимараттарды бір аралап шығып жатырмыз. Одан кейін балабақшаға бара жатырмыз. Балабақшаға да келіп қалдық қазір. Кешегі мектептегідей бұл балабақшада біз неше адам келеміз. Дәл сонша тәбішке шығарып қойған. 事務長ですね。 бұл Сарифтің жетекшісі. 本日は、このように、園でのね、子どもたちが自分の力で遊ぶようにあまり大人が介助をしないっていうところですね。もう自分で降りてきます。そのままシュッと。 Балалар өздері түсіп өздері шығады дейді. Ата-аналары, қараушылар көмектеспейді дейді. Яғни балалардың моторикасын, денесін қозғалуын дамыту мақсатында деген. こういうアスレチックで体の使い方という部分をね、自分で考えて、学んでいく。これがすごく大切ですね。 Бұл жерде негізгі мақсат балалар өздерін атлетикалық, мышечный память дейді ғой. Бұлшық жадын жетілдіру мақсатында. 何のために戦おうとも時は愛がい Сіздер айтқандай система бар, жаңағы
поворочный план деп айтасыз ғой, соны жазасыз, бекітесіз, соны завуч директор қол қояды деген сияқты. Яғни ол үкімет тарапынан деген сияқты. Сондай болған дейді. Бірақ кейін уақыт өте келе Жапония осындай еркін, баланың ойлау қабілетін, жаңағындай физикалық дамуын, ойлау жүйесін дамыту мақсатында әртүрлі жаңағындай даму мақсатында сәл өзгерді бұл жүйе дейді да. Міндетті түрде, бірақ ол жаңағы система жоғары жақтан бекітілетін белгілі бір система бар дейді жүйе. Бірақ ішкі мынандай жағдайда баланың, мысалы бір бала жылап жатса, сіз оған қиынап тұрып нәрсе істете алмайсыз ғой, сол сияқты жағдайға байланысты. Жалпы креативті, еркін ойлай алатын, социумға сіңген ұрпақты тәрбиелеуде Жапония көш бастап тұр деп айтқым келеді мен. Балабақшаның өзінің арнайы бассейні бар екен. Әр демалыс көрме өтеді. Соған дайындық. Сайтама университетіне 2 сағат жол жүреміз. Қала шетінде университетпен тәжірибе алмасатын боламыз. Сайтама университетіне келдік. Жалпы Жапониядағы соңғы біздің білім орны. Ертең жолға шығатын боламыз. Сайтама университеті бұл жерде жалпы білім беру системасында бар ғой, диссертациясыз универ бітіру, диссертациямен деген Қазақстанда бар ма? Түркияда бар. Қазақстанда бар ғой? Тур, иә. Дұрыс айтасыз. Дәл сонда бұл жақта. Бірінші сабақтың алғашқы 15 минуты ашық аудиторияда болады, сыртқы аудиторияда болады дейді. Ол қандай аудитория деп ойласақ, кәдімгі сырттағы мына жасыл газон, осы аймақ ашық аудитория деп аталады екен, сыртқа. Қазір Сулейфа ойнап жатыр студенттер. Балабақша тәрбиесіне оқып жатқан екінші курс студенттері. Балабақша тәрбиесіне оқып жатқан екінші курс студенттері қазір өздерінің ойындарын ойнауда. Қараңыздар. Кәдімгі бұл сабақ 90 минут. Ұстаздар қазір аудиторияға кіріп кетті. Аудиторияның ішінде жүр. Дарын ағай, не істеп отырсыз? Ұстаздарымыз бірге тәжірибе алмақсы мақсатында студенттермен бірге ойын ойнайды қазір. Сулейфаның жанкенпон дейтін түрін ойнап жатырмыз. Балабақша тәрбиешілерінің оқитын аудиториясы. Балабақша стилінде жасалған орындықтар да, барлығы да. Осы атмосфераны сезіну үшін. Бұл идея қалай деген ойдасыз? 90 минут бойы бір аудиторияда емес, соны өзі баланың орнында болып сезініп көреді. Біз ақсырек көксерек ойынын көрсеттік, енді өздері көрсетіп жатыр. Сізде де басқа түрі бар дейміз. Бір-бірмен дискурсқа
しい日々は探さずとも常にここに常にここにмысалы жалпыға ортақ бір адам екеніміз массаға тамақ істеген кезде қандай тамақтар тез жасалады, қанша бұзылмайды, қанша уақытқа жетеді, соларды сынақтан өткізіп өздері жасап көретін бөлме бар. 全ては夢みたいあれもこれも魅力的でも私は君がいいСымбат апай, жалпы Жапон халқының балабақшасынан түйген ойларыңызбен бөлісе кетсеңіз бізбен. Жалпы Жапонияны біз ізгі қоғам ретінде білеміз. Бұл елге келгенде кезекке тұру мәдениеттілігі, барлық адамның тәртіпті дисциплинамен жүретіні бізді қатты таңғалдырды. Оның түбі негізі қайда жатыр десек, балабақшада жатыр екен. Себебі бүгін өз көзімізбен көргенде 2-3 жасар балалардың өзі тәртіпті біледі, кезекке тұруды біледі. Тіпті түрлі ойын ойнағанда да бір-бірін кезекке күтіп, яғни жастайынан оларға үйренеді екен. Солай бойына сіңіп, тәрбиені балабақшадан қалыптастырғаннан кейін олар қоғамда да өздерінің орны бар, барлық ұрпағы мәдениетті, сапалы, салауатты өмір сүретін халық екенін көрдік. Қазақстан елінің білім сапасын арттыруға көмегімізді тигіземіз. Сізге сәттілік тілейміз, тек қана алға, қазақ ұстаздары. Жапон мектептерінен ең бірінші бізде тазалық, екінші кезекте мәдениет, үшінші кезекте құрмет, және ол жерде жасандылықтың жоқтығы, оқушылардың бір-біріне мейірімділігі, және ол жердегі бірінші практика, одан кейін барып теорияның өтілуі, бұл ғажап нәрсе екенін бізге көрсете алды. Енді біз Қазақстан мектептеріне барып, осы салада міндетті түрде жұмыс жасайтын боламыз. Тамаша. Алдағы жоспарларыңызбен бөлісе кетсеңіз, нені бірінші енгізесіз және қанша уақыт керек сізге өзгеріс жасау үшін? Алдағы уақыттарда міндетті түрде бұл жобалардың барлығын біз 1-2-90 ішінде ендіруге тырысамыз, және бұлардың барлығын өзім жасайтын мектептерде эксперимент түрінде жасап көремін, және өзім беретін сыныптарда бұны жүзеге асырамын. Егер бұл жоба сәтті шығып жатса, аудан мектептеріне таратуға ұсыныс білдіремін. Тамаша, тек қана жұмысыңызға сәттілік, Табиғат ағай. Шетелден шетелге шыға беріңіз. Жапон мектебінен ең бірінші әсер еткен нәрсе маған тәрбие. Біз енді қазақ елі текті халықтың ұрпағымыз, мәдениетіміз өте жоғары, бірақ қазіргі қоғамда біздің қатыгездік, жас өспірімдердің қатыгездікке баруы жүрекке қаяу түсіреді. Текті халық болсақ да, бірақ осы Жапон еліне келіп, сол тектілік пен мәдениеттің жоғары деңгейін осы жақта көрдім. Барлығы бір-біріне деген сыйластығы, ең бірінші амандасудан бастауы, бір-бірінің ала жібін аттамау деген сияқты. Енді бұл мәдениеттіліктің жоғарғы деңгейі. Мен осы мәдениеттілікті ең бірінші байқағаным осы мәдениеттілік. Енді жалпы осы білген түйгендеріңізден не нәрсені Қазақстан мектебіне енгізер едіңіз, өз мектебіңізге? Және қанша уақыт керек сізге оны енгізу үшін? Әрине, көп нәрсе енгізуге уақыт, бірақ менің ең бірінші ойыма келген нәрсе балабақша мен орта мектептерді аралап көрдік. Менің түсінгенім балаларды гиперопека дейді ғой, өз-өзін басқаруға көбірек назар аударады екен. Яғни біз көп жағдайда өзіміздің елімізде барлығына жағдайды өзіміз жасап беріп жатамыз. Алдын ала өзінің жаңағы дүниесін дайындап, кабинетті ұйымдастыру, сабақты ұйымдастыру болсын, балабақшаларда төсегін дайындау деген сияқты. Бұл жерде Жапонияда балалардың барлық әлеуметтік қимыл қозғалыстары, сабақта немесе мектептегі іс-әрекеттердің барлығын өздері жасайды. Яғни балалар мектептің ішкі әлеуметтік, жалпы өмірлік қағидаларды жасау арқылы өмірге бейімделеді. Қазіргі біздің ақсап жатқан нәрсеміз де осы. Мен сол дүниені мектептерімізге енгізуді мақсатқа қояр едім. Енді ол әрине бірден келмейді. Аз-аздан үздіксіз оны жасай аламыз. Жалпы Қытай, Жапония сізге қалай әсер етті? Шабыт сыйлай алды ма?
әрине шабыт сыйлады. Бізде білеміз, кезінде алаш қайраткерлері осыншама осы елдің білім жүйесін, басқару жүйесін алғысы келген. Біз енді солардың ізін жалғағандай болып, керемет өзімізге бір шабыт алып келіп отырмыз. Және сол шабытпен, жаңа миссиямен, жаңа біліммен елге қайта оралдамыз. Құдай қаласа осы алған білімімізді білім жүйесінде еліміздің ағартушылық саламызда пайдалануды бұйырсын. Көп рахмет, жұмысыңызға сәттілік, ізгілікті ұстаздардың саны арта берсін. Дарын ағай, жалпы осы Қытай, Жапония сапары сіздің ұстаздық миссияңызға не қосалды? Мен осы Қытай, Жапония еліне келер алдын белгілі бір әсермен, белгілі бір ойлармен келген болатынмын. Және осы жақтан алған әсерім сол ойлардан асып түсті. Өте керемет әсер, керемет шабыт алып жатырмын. Өзімнің көз қарасым шамалы өзгеріп жатыр десем де болады. Себебі мен қазір өзімнің мектебіме Құдай қаласа барып жатқан кезде осы көрген білгенімді қоса алсам деген ойдамын. Және де сол арқылы біз осы білім беруді түрлендіру, және де осы балалармен жұмыс істеу, оқытушылардың білім деңгейін көтеру, жанашырлық, тәртіп деген нәрселерді енгізе алсақ керемет болушы еді деп ойлаймын. Керемет, енді бұл менің соңғы сапарым деп ойламаймын. Ал енді Қытай мен Жапонияға келген сапарым маған өте ұнады. Мен өте көп инсайттар алдым, өте көп идеялар алдым. Мына елдерде, осы елдерде болып жатқан жаңа технологияларды біздің елге енгізу керек екен, енгізу міндетті. Және осындай елдердің қатарына қосылу үшін біз осы елдердің соңғы методикаларын алып біздің өзімізге енгізуіміз керек екен деген ойда қалдым. Мына университеттердің, балабақшалардың, мектептердің барлық оқыту бағдарламасы бізге сай келеді. Бұлардың ұлттық идеологиясы, жалпы ұлттық тәрбиесі бізге сай келетін сияқты. Және осылардан ең жақсы деген моменттерін алып, өзіміздің білім саласына қосу керек деп ойлаймын. Армандар орындалады дегені рас екен. Мен 54-ші күзімді Жапония мемлекетінің Токио қаласында қарсы алғаныма өте қуаныштымын. Ал енді бұл іс сапардан менің барша тигенім бірнеше университеттерді, балабақшаларды, орта буын, бастауыш сынып, жоғары сынып оқушыларының барлық жағынан қарастыра көзбен көрген кездегі менің ойыма тигені ең бірінші мәдениеті жоғары мемлекет екен. Сонымен қоса отырып, бұл жерде мектеп басшысының, қарапайым мұғалімінің барлығының бойында адамгершілік қасиеттің құндылығын көрдім. Жалпы алғанда мектеп басшысы ретінде өте сыпайы, қарапайымдылығы соншалықты керек десеңіз, мына мектепке кірер кезде аяқ киім шешкен кезде аяқ киімнің өзінің ұсынуы мәдениетіне қарап таң қалдым. Сондықтан да біз де осындай мәдениеті жоғары, салт дәстүр мен құндылығы бай мемлекетте тұрып жатырмыз. Сондықтан мынау барғаннан кейін оқушыларымыздың бойында тамаша керемет өзіміздің салт дәстүріміздің құндылығын баптау керекпіз. Әлі де тәрбие саласына көбірек көңіл болып, алдағы уақытта мынау мәңгілік елдің тұғырын биікке көтеретін жас ұрпақты өнегелетіп тәрбиелеу керекпіз. Көп рахмет, Хадиша апай. Жұмысыңызға сәттілік, мектебіңіз гүлдей берсін, өрлей берсін. Республикадағы ең үздік мектеп болыңыздар. Рахмет. Жалпы айтсам, екі елде өте ұстазға деген құрметтері өте көп. Финляндия, Эстонияда да біз ұстаздарды өте қатты құрметтейтіндігін бәрін көрген болатындығымыз. Енді бұл жақта біз 3 мектеп және де 2 университетті көрдік. Сол кезде менің бір байқағаным, ұстаз деген бұл өте ұлы тұлға. Ұстаздың бір көз қарасымен оқушылар тез түсініп, сол бойынша жұмыс жасауға тырысатындығын біз бүгін өзім көзім жетті. Және ұстазға деген мәртебенің жоғарылығы бұл елде мен өзімді ұстаз болуым үшін, дамуым үшін одан да үлкен үлес қосты. Енді мен айтарым, жалпы алғанда осындай керемет іс-сапар жасағандарыңыз үшін сіздерге Дарын Teachers ұжымына үлкен алғыс айтамын. Осындай керемет Жапония және де Қытай сияқты елдердің мектептеріне кіріп көру, олардың жалпы мәдениетін білу, балалармен интерактив жасау ол өте қиын нәрсе. Ал сіздердің
сіздердің арқаларыңызда біз осындай мақсатқа жете алдық және сіздерге көп алғысымды айтамын. Сізге де көп рахмет. Бізбен бірге болыңыз. Үздікті ұстаздардың қатары көбейе берсін. Үлкен тәжірибе берді. Себебі жапон мектептеріндегі өнерге, музыкаға, спортқа көңіл бөлетіні, арнайы баланың мынау өте ұнаған философиясы, баланың өзінің жасауына ықпал ету. Яғни оны бір нәрсе жасауға қинамай, соған ықпал ету екен маңыздысы мұғалімнің негізгі міндеті. Және де ұнағаны таноши деген ұғым болды. Яғни көңілді көтере отырып сабақ жүргізу жапон мұғалімдерінің стилінде екен. Сондықтан осы нәрселерді, дүниелерді өзімнің жаңағы тәжірибемде қолданатын боламын. Және де жапон мектептеріндегі дисциплина қатты таңғалдырды. Барлығы таймингпен, уақытымен жүреді екен. Сол үшін осы дүниелерді ескеретін боламыз. Дарын Teacher ұжымына, жалпы осы идеяға, жобаға үлкен рахмет. Жапонияның вайбын сезініңіздер. Барша ұстаздарға осы жаққа тәжірибе алмасуға келу бұйырсын. Жалпы қазақтың көріп үлгі алатын, көшіретін елі деп айтқым келеді. Мәдениеті болсын, сыйластығы болсын. Әрине, әр үйдің салты басқа иттері қара қасқа болғанымен, аларын алып, көшірерін көшіріп, жақсысын үйреніп, жаманнан жиреніп, дамытуға болатын жерлері көп ақ әрине. Құрметті ұстаздар, біз сіздермен қоштаспаймыз. Алдағы уақытта да біздің күтіңіздер. Көп деген саяхатымыз ұстаздарға бұйыра берсін. Сіздермен бөлісуді бізге жазып отырсын. YouTube'да күтіңіздер. Әлі талай влог шығарамыз. Кездескенше аман сау болыңыздар. Welcome to Japan деп қойсаң көречі. 本当に分かってるいけないことだったって分かってる多分時間